Ассалаумағалейкум. Біздерде кезекті жөндеуге мынандай Toyota Corolla автокөлігінің стартері мен генераторын алып келді. Генераторда қатты дауыс шығып тұр дейді, шарылдаған. Мына былай айналдырғанда енді подшипниктен қатты значительный дауыс шықпайды да, бірақ мына басында муфтасы қатып тұр. Енді ондай қатты дауыс шыққан болса, ол мына муфтадан болады негізі. Енді қазір ашам, анықтайтын боламын ішіндегі ауруын. Енді стартерді ұрып қыздырып алып жүрдім дейді. Былай қызбайды дейді. Ұрып қыздырып алып жүрдім дейді. Енді бұны да ашып ішіне ақауын анықтайтын боламын. Генераторды да ашып ақауын анықтайтын боламын. Генераторды толығымен ашып алдым. Мына муфта ашылмады. Қыздырып әрең ашып алдық. Мына іші деген шашылып қалған екен, мына көрініп тұр мына жерден де. Артында подшипник бар, ішіне пружин бар. Іші деген бұтарланып қалған, мына сол қарысып тұрған. Муфтаны ауыстырып тастау керек. Алдыңғы подшипнигі бітіп кеткен, мынау артқы подшипнигі. Бұл да бітіп кеткен. Мынандай болып жабысып қалған ғой, дат болып. Ашылу өте қиын болды, бірақ енді аштық. Жайлап еппен алдап, себебі корпусы алюминий сынып кетеді бұл. Мынау болат сталь, мынау қысып қалған оны. Сонымен ашылды. Бразонка жасап қойдым, диодный мост бәрі жақсы шығып тұр. Обмоткасы бәрі сау екен, роторы 2.8, 0.2.8 оң көрсетіп тұр. Бұның бірақ мына шүткісінің мына бір карынтасы ішіне кіріп кеткен. Арасына бірдеме тұрып қалған ба, мынау қызып жабысып қалды ма, шүткісі шықпайды мынау. Қазір бірдеме қылып шығарып алуға болады, бірақ ертең күні қайтадан ішіне кіріп кетеді, тұрып қалады бұл. Сол себепті бұл шүткені ауыстырып тастау керек. Әуелден өзі осындай басын алып тастап салған екен шүткенің. Енді шүткені ауыстырамыз. Екі подшипникті ауыстырамыз, муфтаны ауыстырамыз. Генератор тазалап қайтадан жинаймыз. Генератордың подшипниктері, сосын шүткісі, сосын муфтасы келді. Шүткілері жақсы мына. Осындай ұзын болады бұның іштен. Екі жағынан прямой болады мына жері, салатын жері. Енді мына подшипник өзінің оригинал сияқты, НСК. Мына жерінде канавкасымен несімен тұр. Қолмен айналдырғанда да көрініп тұр, фирменный сияқты. Енді генераторды жинап қазір стендке қосатын боламын. Генераторды толығымен жинап стендке қосып қойдым. Новый муфтасын бәрін салып қойдым, аккумулятор состояниесі. Фазына әкеліп қойдым. Жайлап қосамыз. Бисмилля. Генератор стабильно 13.9, 14 вольт зарядка беріп тұр. Генератор жақсы жұмыс жасап тұр. Жаңа генераторды бастап ашып едім, генератор ашылмай жатыр, мына жабысып қалған муфта. ВД-40 құйып қойдым. Өте қатты жабысып қалған екен, ашылмай. Сосын стартерді аштым. Толығымен ашып алдым, стартерді тексеріп қойдым. Втулкілері бәрі жақсы екен, алды-арты. Корпусы бәрі жақсы екен. Тяговый жерлесін тексеріп қойдым, тартып тұр. Тоққа салған кезде сосын астын тоқ беріп тұр. Бразонка шығып тұр, ол да жақсы. Редукторы да жақсы бұның. Бендексен шағым түскен жоқ енді. Мынаның іші жақсы, тістері жақсы. Набор шестеренок мына жердегі арасында втулкілер бар, олар да жақсы. Якорь сәл қызған, бірақ бұл да жақсы. Бұл жерде желініп қалып тұрған мынау шүткі. Шүткі кішкентай болып қалған, одан артық шықпайды, шығып тұру керек ұзындау болып. Мына екеуі минус жағы, мына екеуі плюс жағы. Шөткісі бітіп кеткен мынаның. Мынандай болып қалған ғой. Ұзын болады мына кішкене. Шөткісін ауыстыру керек, тазалап стартерді қайтадан жинау керек. Стартердің шот шыны узелі табылды, бірақ шөткісі жетпейді мынаның. Мауидан әкеліп тұр мынаның. Екі плюсовой шөткісі жоқ. Оған мынандай екі шөткі әкеліп тұр. Бұл шөткелер қысқа. Жетпейді мынаның. Мынамен бірдей. Сосын басқа бір шөткі алдым мен. Басқа машинаның шөткісі. Мынаны кесіп тастап, мына восстановить етіп қойдым. Үлкенде болды мына шөткі. Қысқартып, егеп, қайрап, мына жеріне пайкілеп қойдым. Мына екеуі плюсовой жағы, мына екеуі минусовой жағы. Мына өзінің ескі шөт ішіне узел восстановить еттім. Мынаны салмаймыз, мынаны саламыз. Стартерді толық жинап қойдым. Мана шөткісін салдым. Тегі ішінде итаға жасап тұр. Тексеріп көреміз ана. Стартер четко жұмыс жасап тұр.